Жас сарбаз 2025 әскери патриоттық сайысының биылғы жеңімпаздары анықталды. Жыл сайын дәстүрлі түрде ауған соғысы ардагерлерінің құрметіне ұйымдастырылатын сайыс биылда тартысты өтті. Мектеп ұландарынан жасақталған жас патриоттар өр рухын, әскери дайындығын жоғары деңгейде көрсете білді. Биыл ауған жерінен кеңес әскерінің шығарылғанына 36 жыл. Осыған орай өңірде дәстүрлі өтетін жас сарбаз әскери патриоттық сайысы биыл да әдетінен жаңылмады. Мектепаралық сайыс бәсекеге толы өтті. Мұны әскери сайыста саптан табылған әр сарбаздың жеңісті қолдан бермеу үшін соңына дейін барын салған жанкештілігімен, олардың әскери жетекшілерінің жауапкершілігінен, сондай-ақ жанкүйерлердің қолдауынан байқауға болады. Финалдық бәсекеде іріктеу кезеңдерінен суырылып шыққан 5 команда қайта кездесті. Жас сарбаздарды сынға алатын сайыс кезеңдері оңай емес әрине. Әуелі саптық әнмен ортаға шыққан патриоттар АК-74 автоматты жартылай бөлшектеу және қайта жинау, сондай-ақ жалпы әскерлік қорғаныш толымын кию сайыстарынан жеке дара сынға түсті. Сарбаздар сыналатын сайыс шалқалап жатып денесін көтеру кезеңімен жалғасты. Бұл жолы команданың қыз балалары ептілігін, жылдамдығын ортаға салды. Денені қос қолмен көтеруден алдына жан салмаған ұландар да намысты қолдан бермеді. Команданы өрге сүйреген ер жігіттер бұл жолы да барын салды. Залдағы жанкүйер қолдауы шабыт болды жастарға. Күшін көрсетіп, кіртасын жоғары көтерген сарбаздар да жеңістің сусып кетпеу үшін шыдап бақты. Өңірдегі әскери дайындық тұрғысынан жыл сайын ерекше көзге түсіп жүрген мектеп командалары финалда өнер көрсетті. Мәселен, қорытынды кезеңде қарсылас атанғандар Садықбек Адамбеков атындағы мектеп командасы, Ер Тұран, Әлби Жангелдин мектебінен отан сақшылары, Мұхтар Әуезов мектеп гимназиясының Тұран тобы, Иван Журба мектеп оқушыларынан жасақталған Ұлы Тұран және Жұмабек Ташенов мектебінің үміттері Айбын командасы. Шара соңында әскери патриоттық сайыстың бас аяғына куә болған Арыс қаласы әкімінің орынбасары Ерғали Қуандық мінберге шығып жас сарбаздарды құттықтады. Бұл күн ерлік пен батылдықтың мәңгілік символы. Ауған ардагерлерінің ұрпағы үлгі, өздеріңіз білесіздер. Осыған орай жылда қаламызда дәстүрлі түрде жас сарбаз әскери патриоттық сайысы өтті. Биылғы сайысқа 23 команда, 160 қатысушы, 25 әскери жетекші қатысып өз шеберліктерін көрсетті. Осы орайда сайыстың тартысты өтуіне атсалысқан әрбір команда жеке дара марапатталды. Сондай-ақ әскери жетекшілеріне Арыс қалалық білім бөлімінің номер 44-859 әскери бөлімнің, Арыс қаласының қорғаныс істері жөніндегі біріктірілген бөлімнің алғыс хаттары табысталды. Сонымен қатар жекелей кезеңдер бойынша рекорд орнатқан жас сарбаздар арнайы диплом, қаржылай сыйлыққа ие болды. Үздік жетекші алғыс хатымен Абзал Ешмұратов мырза марапатталады. Дәл осындай үздік жетекші алғыс хатымен Сүйіндіков Молдабай ағайымыз марапатталады. Жетекші алғыс хатымен Иван Журба мектебі әскери жетекшісі рекорд орнатқан шалқалап жатып денесін көтеру кезеңі
атанғаны үшін Ескендір Гүлназ марапатталады. Құрметпен қаласының орынбасары Ерғали Қуандық мырзаға алғыс рахмет. Және Қажылай сыйақы. Құттықтаймыз. Бақтыбаев Мейірбек марапатталады. Қажылай сыйақы. Жарайсың Мейірбек. Тағы да осындай рекордсменіміз жастарбас 2020 сайыста жалпы әскерлік қорғаныш тобының кию кезеңі бойынша үздік атанған үшін Құрбанәлі Бектөре марапатталады. Қаржылай сыйақымыз бар. Гертасын көтергені үшін рекорд орнатқан Оразәлі Исламхан марапатталады. Жастарбас 2025 атты сайыста ұлдар бойынша АК-74 автоматты жартылай бөлшектеу және қайта жинау кезеңі бойынша үздік атанғаны үшін Бектораз Ынтымақ марапатталады. Ал жас сарбаз 2025 әскери патриоттық сайысының жалпы қорытындысы бойынша командалық есепте алғашқы үштікті Садықбек Адамбеков мектебінің ер тұран тобы мен Мұхтар Әуезов мектеп гимназиясының тұран тобы қорытындылады. Екінші орынға Әлби Жангелдин атындағы мектептің отан сақшылары тобы жайғасты. Жүлделі бірінші орынды Жұмабек Тәшенов атындағы мектептің айбын тобы қанжығасына байланса, әскери дайындығы алғырлығы басым түскен Иван Жорба атындағы мектеп оқушыларынан жасақталған ұлы тұран тобы жалпы есепте 102 ұпаймен сайыстың бас жүлдесін иемденді. Айта кетейік, аталған әскери сайыс мақсаты егеменді еліміздің болашағы жастардың туған жерге, отанға деген сүйіспеншілігін арттырып, әскери патриоттық рухын жоғары көтеру, салауатты өмір салтын насихаттау. Осы орайда қаламызда 20 жылдан бері тұрақты өтіп келе жатқан бұл сайыс өз мақсатын орындап келеді. Балауса Оспан Дінмұхамед Али Әділ, Арт ТВ жаңалықтары.